Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұландар мерекесі. Тема сегодняшнего урока – праздник воинов. Ребята, все мы каждый год 7 мая празднуем День защитников Отечества. Давайте посмотрим видео. Бейне баянға назар аударайық. На этом видео мы с вами увидели наших героев, наших воинов, защитников нашей Родины. Теперь давайте познакомимся с новыми словами. Енді жаңа сөздермен танысайық. Отан, Родина. Ұландар, воины. Қорғайды, защищает, охраняет. Шекара, граница. Құттықтаймыз, поздравляем. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Отан, ұландар, қорғайды, шекара, құттықтаймыз. Ал енді балалар, мәтінді оқып аударайық. Давайте прочитаем и переведем текст. 7 мамыр ұландар күні. Ұландар отан қорғайды. Ұландар батыр. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Біз оларды мақтан тұтамыз. Бұл күні атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтаймыз. Олар қашанда отан қорғауға әзір. 7 мая – День воинов. Воины защищают Родину. Они герои. Воины защищают границу Казахстана. Мы гордимся ими. В этот день мы поздравляем дедушек, отцов и братьев. Они всегда готовы защитить Родину. Ал енді балалар, мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Давайте выполним задание по тексту. Сұрақтардың орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо вопросительного слова нужно поставить ключевые слова и дописать предложение. Қажетті сөздер. Нужные слова: шекарасын, отанды, атамызды, әкемізді қорғауға. Теперь заменим вопросительные слова с нужными словами. Первое предложение. Бірінші сөйлем. Ұландар нені қорғауға әзір? Убираем нені и ставим какое слово, ребята? Если перевести, здесь у нас что готовы защитить воины? Конечно же, Родину. Ұландар отанды қорғауға әзір. Келесі, следующий. Ұландар Қазақстанның несін қорғайды? Что
защищают воины в Казахстане? Они защищают границу. Олар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Келесі, следующее. Бұл күні біз кімдерді құттықтаймыз? Кого мы поздравляем в этот день? Мы поздравляем дедушек, отцов и братьев, верно? Значит, бұл күні біз атамызды, әкемізді құттықтаймыз. И последнее. Соңғысы, олар қашанда отанды не істеуге дайын? На что они всегда готовы? Олар қашанда отанды қорғауға дайын. Они всегда готовы защитить Родину. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, әрқайсымыз да үнемі, қашанда отанымызды қорғауға дайын болуымыз керек. Ребята, мы всегда должны быть готовы защитить свою Родину. Осымен сабағымыз аяқталды. На этом урок окончен. Сау болыңдар, балалар. До свидания, ребята.